Ата-бабаларымыз адамның досы саналатын итті 7 қазынаның біріне балап, оны аса қадірлеп қолға үйреткен. Ит иесін жауынан қорғаған, айырмас серігі болған. Қазіргі күнде еліміздің барлық әскери бөлімдерінде иттерді баптап, қоғамдық шараларға да белсене қатыстыру сапалы түрде жолға қойылған. Қызметтік иттердің арқасында бүгінде түрлі қылмыстық істердің беті ашылып жатыр. Осы бағдарламада біз итті оқытып, қызметке дайындайтын кинолог мамандығымен танысатын боламыз. Кинолог бөлімінің қалашығына кіре бергенде иттердің абалаған дауыстары бірден естілді. Бөлік-бөлік торға қамалған иттер бізді бөтен екенімізді бірден сезініп қойғандай. Тордың жиегінде Чара, Кира деген аттары жазылған. Кинология мамандығының қыр-сырымен бізді Данияр Қалиахметов таныстыратын болады. Әдеттегі жұмыс күніңіз неден басталады? Әдеттегі жұмыс күніміз осы арнайы формамызды киюден басталады. Егер сізде кинолог болатын болсаңыз, сізге арнайы форма керек болады. Данияр Қалиахметов Солтүстік Қазақстан облыстық ішкі істер департаменті кинологиялық қызметі орталығының кіші инспектор кинологы маманның қарамағында Ройси деген иті бар. Мінезі сабырлы, парасатты. Бос уақытында кәсіби кітаптар мен детективті романдарды оқығанды жақсы көреді. Бала кезінен космонавт болуды армандады. Отбасын құрмаған бойдақ. Осы біздің мамандық арнайы ыңғайландырылып тігілген арнайы форма. Рахмет. Кинологтар иттердің күтімімен айналысады. Яғни сап түзеген сарбаздармен қатар ел қауіпсіздігін сақтауда үлкен үлесі бар. Иттерді әр уақытта тазалап, жүнін тарап, алғашқы көмек көрсету кинологтарға жүктелген. Іс жүзінде бұл қалай болатынын қазір көреміз. Органин құрғақ мазығы, иттерді тәулігіне таңертең кешке тамақтандырамыз. Әр кинолог өзінің итін тамақтандырып, итке қарайды. Бұл адамдар қызметтерге арналған ит. Қашаннан бері осында ол? Бұл итті 5 жыл қызмет етті уже. Итті тамақтандырып болғаннан кейін әдетте не істейсіздер? Итті тамақтандырып болғаннан кейін 15-20 минут өткен соң осы аулаға қыдыртуға шығарамыз. Осы қыдырғанда ол айналадағы адамдарға, айналада осы болып жатқан нәрсе үйренеді. Оның барлығы қызмет аясында қажет болады оған. Бұл иттің аты кім? Бұл иттің аты Росси. Бізге иттерді Алматы қаласында кинологиялық орталықтан береді. Иттің атын да сол жақта мамандар қояды. Әр иттің өздерінің құжаттары болады. Бұл ит сонда неше жыл қызмет етті? Россидің қызмет етіп жүргеніне 5 жыл болды, ал жалпы иттер 8 жыл қызмет етеді. Біз қазір итті қыдыру алаңына шығарамыз. Бұл алдағы иттің осы қызмет барысында кездесетін айналадағы адамдарға үйренуіне қажет болады. Ит қыдырып болғаннан кейін, егер қажет болып жатса, иттерді осы арнайы тараппен тараймыз. Бұл не үшін қажет? Осы иттің тілеген жүндерін, бәрін іліп қалған шөп, бәрін тазартып, итін тазаланады. Тазалық шараларымен бірге оларды жаттықтыру жұмыстары да бар. Ақылды овчаркалар фас, жүр, отыр, дауыс бер, тағысындағы бұйрықтарды бұлжытпай орындауы тиіс. Қазір бұл жаттығуларды қалайша үйрететінін көретін боламыз.
Алғашында келіп түскен иттерді қалай үйретесіздер? Қалай бұйрыққа үйретесіздер? Ол бірден бағынбайды ғой. Бізге иттер алғаш келгенде 6-8 айлық кездерінде келеді. Әрине бірден бұйрықтар орындамайды. Басында осы кинологтар бекітеді, әр кинологқа өзінің итін. Алғашымен қарым-қатынас орнатасың, мойын жіпке үйрету керек иттерді. Содан кейін біртіндеп кіші бұйрықтардан бастап иттерді үйрете бастайды. Командаларды қай тілде үйретесіздер? Бұрыннан келе жатқан тәжірибе бойынша бұйрықтардың барлығын иттерге орыс тілінде береміз. Кез келген тапсырманы орындаған сайын итке сыйақы беріліп тұрады екен. Сонда ол жаттығуларды орындауға барынша тырысып бағады. Сыйақы дегендері иттің сүйікті ойыншықтары, бірақ құмары қанғанша ойнатпауға тырысады. Себебі келесіде сол ойыншыққа аңсары алып тұруы керек. Әр иттің өзінің ойын құралы болады. Мынау Россидің сүйіп ойнайтын ойыншығы. Қай жағдайда қолданасыздар? Иттермен көп жаттығу жасағаннан кейін кішкене оятып алып сияқты жүгіртіп алу итті. Ит кинолог үшін серіктес пе? Мен ойымша ит кинологқа серіктес болып келеді, өйткені екеуі бір мақсатта жұмыс істейді. Кинологсыз итсіз кинолог қызмет атқара алмайды. Қызметтік іздестіру иттерін үйрету оңай шаруа емес. Бұл жұмыс үлкен жауапкершілікті, тиянақтылықты, еңбекқорлықты талап етеді. Кинолог жеті қазынаның бірі итті тәрбиелеуші. Иесінің қасынан бір елі ажырамаған иттерге қарап, шынымен де адамның адал серігі екендігін түсінесің. Бұл мамандықтың қызығы да қиындығы да көп. Алайда мамандықтың бәрі жақсы.